Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай достар? Менің көп оқырмандарым Бексұлтан мырза, үйіңіз не болып жатыр? Үйдің атмосферасын түсірмей кеттіңіз ғой деп жатыр. Дұрыс жағынан түсініңіздер. Менің үйім салып жатқан жігіттер Жаркенттен бір жұмыс алып қойып, сол жұмыс аяқталмай, сол жігіттердің жұмысын күтіп отқан жайымыз бар. Мен қазір жолдамын, Жаркентке кетіп бара жатырмын. Өзімнің ауылыма барып Балқашты сол строитель балаларды алып келемін. Алматыға бұйыртса, Алла қаласа 2-3 күнде уже жұмыс басталады, бізде процесс кетеді. Процесс басталады деген сияқты. Сол қазір Жаркентке қарай бісміллә деп жол тарттым. Өйткені өзім барып алып кету керек болып тұр. Жаңа жігіттердің осы жаққа алып келетін инструменттер бар, барлық заттары бар, соның бәрін тиеп, общий бірге келіп, жол үстінде ақылдасып, барлығын реттейміз деген ойдамыз ағайын. Сәттілік, маған ақ жол, аман болайық. Ал достар, мен сіздерге қызық бірдеңе көрсетейін. Міне, Еңбекші ауылы. Жаркент деген енді үлкен қала ғой, өзі бір средний қала енді. Сол Жаркентте Еңбекші деген ауыл бар. Мен сол ауылда өскем. Кішкентай кезімнен осы жақта өсіп, осы ауылдың топырағын аунап, қонап, осы ауылдың мықты адамдарымен араласып, пісіп, Алматы қаласына арман қылып барғанбыз. Қазір осы жаққа сағынып келіп тұрамыз, бала күнімізді еске алып. Міне, мына жолдар кезінде жаяу жүрген жолдар ғой. Ауыл деген жақсы ғой. Ауылың болса жақсы, болмаса несі жақсы деген Тоқ ағам айтқандай. Ауылың болса жақсы. Біздің ауылдың табиғаты деген жер жәннаты, Жетісудың 70% Жаркентте ғой негізі. Что? Біз керемет жерде өскенбіз ағайын. Мынау бізде Платина деген су қоймасы. Керемет жер, міне қараңыздаршы. Достар, в общем, конжерді әлі істеген жоқпын. Я пока что істемейтін де сияқтымын, өйткені запись жоқ, таппай отырмын. Жұмыста жүрмін. Ауа райы чо там, брат, чо там деп отыр ғой маған. Қайта күннің көзі кетіп, дала бұлт келіп жатыр. Бұлтты көріп қуанып жатырмын мен, кәдімгідей бар ғой. Йо-мое, күннің көзі кетіп, кішкене болсын жеңіл. Күннің өзі өтіп кетеді ғой, кәдімгідей өтіп, машинаны пісіріп, сені қайнатып жүреді ғой, короче. Мен бүгін жаңбыр жауатын сияқты. Жаңбыр жауса еш қарсылығым жоқ вообще. Мен көңілімді прям қатты түсірген бір ситуация болды да. Шлагбаум жақта, жаңағы пляжда бір машина былай шлагбаумнан шығайын деп тұр, шетінен мен тіке тұрмын. Ол бірақ менің алдымда тұр. Мен де енді асығыстықпен білмеймін, обычно енді ешқай жерде асығып баратқан жоқпын ғой. Бәрін ойлайтын едім, бірақ сол кезде білмеймін, почему-то бір алды қарай жылжып қалған сияқты болдым ба сондай. Яна кісілер де жылжып қалды. Сонымен мен машинаны сырып жүрген сияқты болдым да, бір қатты емес, бір кішкене бір тиіп кетті. Сөйтіп тоқтатып машинадан түседі. Знаете, машинадан мен әйелім, мен жалғыз өзіммін, бала бар жанымда, мама бар. Машинадан түсем, қарадымда бірдеңе болып қалды ма деп сұрадым, жаңағы сырып алдым ба, не болды деп. Қарындас, көзіңізге қарап жүрмейсіз ба, неме істедіңіз сіз деп, сөйтіп жаңағы машинадан, Чанган ба, білмеймін қандай машина, китайский машина болды, содан 5 еркек түседі. Представляете, маған что? Жаңағы 5 еркек шығатты, мені 5 жақтан миымды, короче, жейді ғой. Қарындас, бүйтпейсің бе, сөйтпейсің бе, анамнан бірдеңесін кешірім сұрайым дедім, бірақ мына жерде ешқандай царапина ештеңе жоқ қой деп айттым. Мен даже келіп ұрған жоқпын, соққан жоқпын. Мен қалай соққан жоқсыз, қарындас? Бірдеңе, бұл новый машина. Одан кейін біреу шығады, бұл вообще біздің машинамыз емес, біреудің машинасы деп. Біреу шығады, сосын айтты, біреудің машинасын неге айдап жүрсіздер деп. Мен тұрдым да, кешірім сұрайым, бірақ нақты ештеңе жоқ қой деп айтып тұрмын да. Егер мен көрсем, сызық көрсем, царапина көрсем, мен төлейін. Оны айттым, мен номерімді жазып алыңыздар дедім. Жаңа диагностика өтіңіздер, маған хабарласыңыздар. Егер сондай бір жаңағы иесі, машинаның иесін тауып беріңіз, машинаның иесін маған алып келіңіз, мен машинаның иесімен сөйлесейін, ақылдасайын дедім. Там, егер расымен де повреждение бір жерлер болса, мен төлеймін. Мен қашып тұрған жоқпын. Жоқ, сіз көзіңізге қарамайсыз, бірдеңе праваны енді алғансыз ба әлде деп начинает уже мені, знаете, ұрысқа шақырып жатыр да, ана жерде бой кішкентай біреу.
сөйтіп ол кісі маған ақша бере салыңыз деп ұсынады. Мен айтамын, қанша ақша бересіз дейді. Мен айтқан суммаға олар келіспейді. Сонымен гаи шақырамыз. Сосын шақырыңыз дедім. Гаи шақырады. Сондай бірдеңе болды, короче. Дым түсінбедім. Ана жерде бір ұзақ уақыт тұрдық, почти жарты бір сағаттай. Бірақ как будто сол бір 5 минут өткен сияқты болды да. До такой степени мен қорқып кеттім бір жағынан, өйткені 5-еу шығып тұр да бір машинадан. Сосын мен ойлаймын да, бір еркек шықса да сол мәселе шешілетін еді ғой. 5-еу 5 жақтан келіп маған давка жасамаса да шешілетін еді ғой деймін да. Сонымен арт жақтағы машинадан бір аға шығып, знаете, вообще жігіттер ешқандай царапина жоқ, мятина жоқ, не болып қалды? Жігітсіңдер ғой дейді, бір қызға жабылып сонша не болып қалды? Жігіттер жібересіңдер болады ғой дейді. Я понимаю, егер реально ұрса ысырса түсінетін едім, бірақ ештеңе жоқ қой жігіттер деп, ол айтып, сіз араласпаңыз дейді. И жаңағы аға, представляете, маған келеді да. И жаңағы аға, представляете, маған вообще левый, мен танымайды, мен ол адам танымаймын, бұл ситуацияға даже қатысы жоқ адам маған ақша береді. Осы ақшаны аналарға бере салыңызшы, кетіңізші дейді да. Бұндай адамдармен сөз таластырып қажет жоқ деп маған ақша беріп кетеді. Представляете? И өзінің машинасына отырып кетеді. И мен вообще шокпын да. Жаңағы ағаның артынан барып номерін алып алдым, чтобы сол ақшаны қайтарып жіберейін деп. Үйге барғаннан кейін номерін алып қалам. Бір ақшаға суммаға келсем, жаңағы жігіттермен сол сумманы берем, сонымен кетеді. Үйге барғаннан кейін жаңағы аға ақша салып жіберем. И потом ойлаймын да, қандай адам болады? Вообще ойлашы, сен просто мимо проходящий адамсың, и бір адам қиналып жатқанын көресің да, просто разберись деп ақша бере саласың, и спокойно кетесің деймін да. И ана адамның жомарттығына вообще қатты таңғалдым, и сондай адам менің өмірімде вот жолығып қалғанына мен риза болдым. Қайырлы күн достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ал біз үйдеміз, біз душинан демаламыз ғой, ұйқы деген ауысып кеткен, таңға дейін ұйықтамай жүреміз, күндіз ұйықтаймыз. Сонымен аягөз бекарыс бар. Құдай қаласа күн погода күшті болып тұр Алматыда. Енді мамалар бүгін шығып жатыр, бұйырса Алматыға қарай ертең Алматыда болады. Мамалар Құдай қаласа азында. Ертең мама мен пападан тағы да видео күтіңіздер болса.